Дүнген ұлтының тәттісі томомоны жеп көргенсіз бе? Жоқ. Ендеше өзіңіз үйден жасап, жақындарыңызды таңғалдырыңыз. Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Гүлжанар. Ең алдымен қамырын дайындап алайық. Қамырының дайындалуының өзі өте ерекше. Бұл тәттіге біз тек қана қолдың шыжғырылған сары майын қолданамыз. Яғни топленый сары май. Екі түрлі қамыр дайындайтын боламыз. Сыртқы және ішкі. Сыртқы қамырды дайындау үшін бізге топленый май, қайнатып мұздатылған су және ұн қажет. Май мен судың мөлшері бірге бір болуы қажет. Ұнды аз-аздан сала отырып, қамырды жұмсақ етіп илейміз. Ескерте кететін жайт, біз бұл жерде өте көп көлемдегі тәттіні пісіріп жатырмыз. Егер де сізге онша көлемдегі тәтті қажет болмаса, онда барлық ингредиентті аздан алатын боласыз. Томомо дегеніміз не? Томомо дегеніміз бұл дүнген халқының ұлттық тәттісінің бірі. Ол қатпарлы қамырдан ішіне тәтті салма салынып жасалынады. Әдетте оны дүнген халқы Рамазан айтына пісіреді. Бұл тағам таза қолдың сары майымен жасалғандықтан ұзақ уақыт қатпай, бұзылмай сақталады. Сол себепті де оны еш қорықпай көп мөлшерде пісіре береді. Айтпақшы, видеода дайындап жатқан ол менің қайын енем. Бүгін сол кісінің рецептісімен бөлісетін боламын. Мамама қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Және де подписка жасауды ұмытпаңыздар. Міне, қамырдың жұмсақтығы шамамен осындай болуы керек. Қамырдың бетін жауып, біраз уақытқа тұндырып қоямыз. Енді ішкі қамырды дайындайық. Ол үшін бізге тек топленый май мен ұн ғана қажет болады. Яғни сыртқы қамырына су қосқан болсақ, ал ішкі қамырына тек қана топленый май мен ұн ғана қосамыз. Бұл жерде де ұнды аз-аздан қоса отырып, қамырды жұмсақ етіп илейтін боламыз. Қолмен ұстағанда қамыр кәдімгі песочное тесто сияқты болады. Байқасаңыздар, қамырдың екеуіне де ешқандай шекер де, тұз да қосылған жоқ. Міне, қамыр дайын, бұның да бетін жауып, тұндырып қоямыз. Ара-тұра қамырларды қайтарып отыру керек болады. Ал қамырлардың иіні қанғанша біз салмасын дайындайық. Ол үшін бізге печенье, мейіз, греческий жаңғақ, шекер, ванилин және де топленый май қажет болады. Ең алдымен печеньені езіп, үгітіп алыңыз. Ол үшін измельчитель қолданыңыз. Егер жоқ болса, жай ғана оқтаумен ақ езіп шығуға болады. Езілген печеньенің үстінен туралған жаңғақ, жуылған мейіз, шекер, ванилин және топленый майды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мейізді алдын ала жуып, құрғатып дайындап қойыңыз. Байқап тұрғандарыңыздай, қамырлардың иіні өте жақсы қанды. Енді келесі этап бұл томомоны түйу. Соған көшсек те болады. Ең алдымен сыртқы қамырдың кішкене бөлшегін алып, одан бірнеше шариктерді жасаймыз. Шариктің көлемі сіздің алақаныңызға еркін сиятындай болуы қажет. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, әрбір шариктің үстінен бір-бір басып, оны жалпайтып алыңыз. Енді бізге ішкі қамыр қажет. Ішкі қамырдан кішкене алып, осы сыртқы қамырдың ортасына ішкі қамырдан салып шығамыз. Ішкі қамырдың өзі де өзінше бір начинка сияқты.
Ал енді ішкі қамыр ортасында қалатындай етіп сыртқы қамырды бекітіп шығамыз. Байқап отырсаңыздар, бұл тағамның жасалу жолы ерекше әрі күрделі. Жай ғана қатпарлы қамыр емес, қатпарлы қамырдың өзін ерекше етіп дайындайды. Егер де бұны дүкеннің дайын қатпарлы қамырымен жасауға болады десеңіз, онда қателесесіз. Ол кезде сіздің томомоңыз қатты болып қалады. Томомоның қамырының жайылуының өзінде бір ерекшелік бар. Мұқият қарап отырыңыздар. Алдымен қамырдың үстінен ұзынша етіп бір жайып өтеміз. Сосын оны орап, үстінен тағы да бір рет жаямыз. Ұзын сопақша болған қамырымызды екі шетінен ортасына қарай 3 бүктейміз. Осы бүктелген күйінде сыртқы жағын күнжутқа немесе маққа батырып аламыз. Енді қамырдың үстінен қатты баспай, 4 бұрышты етіп жаямыз. Томомоны түйетін кезде салмасын толтырып салып, қадымғы манты сияқты түйеміз. Түйілген жағын төмен қаратып, шымшу арқылы шетінен кішкене қамыр шығарып аламыз. Енді сол шымшып шығарған қамырыңызды бүріп түйіп шығыңыз. Бұл жай ғана әсемдік үшін қажет. Сонда да бұл томомоның өзіндік бір ерекше түйу тәсілі сияқты. Видеоның описаниясында міндетті түрде қанша мөлшерде қандай ингредиенттер қажет екенін жазып өтетін боламын. Негізінде бұл видео өзім үйренуім үшін түсірілген болатын, алайда сіздермен бөлісуді де жөн көрдім. Томомоның алғаш дәмін көрген кезде бір қызық сезім болуы мүмкін. Тәтті мен майлы араласқан сияқты. Алайда бір жеген адам оны міндетті түрде қайта-қайта жегісі келеді. Пешке пісірген кезде оны ұзақ уақыт пісірмейміз. Томомоның беті сәл қызарса болды, оны бірден пештен шығарып алыңыз. Міне томомомыз дайын. Ішін кесіп көрейік. Қамырын байқасаңыздар, ерекше қытырлақ, хрустящий сондай қатпарлы қамыр болып шықты. Жай слоеное тестадан бұндай қамыр болмайды. Осындай бір ерекшелікті іздеп жүрген болсаңыз, онда міндетті түрде дайындап көріңіз. Сондай-ақ каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.